Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен перизат керемет болып жасалынатын молочный девушка тортымыз сүтті қыз деп аталынады. Сіздерді жасап көрулеріңізді ұсынамын. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Өте мен үшін маңызды. Менің YouTube каналыма тіркеліп, видеомды соңына шейін көрулеріңізді сұраймын. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көрулеріңізді ұсынамын. Өте керемет болып шығады. Осылай менде таза ыдысымызға молокомызды салып, барлығын таразбен өлшеп аламыз. Міндетті түрде таразы қажет. Барлық құрамын мен описание бөлімінде қалдырамын. Сол жерден қарап, сіздер де жасасаңыздар болады. Өте керемет болып шығады. Осылай жасап, жақындарыңызды немесе балаларыңызды қуантсаңыздар болады. Міндетті түрде үй температурасындағы сарымайымыз қажет. Осылай барлығын салып, араластырып, қопшытқышымызды салып, онымызды міндетті түрде електен өткізіп салсаңыздар, тортымыз өте әдемі болып көтеріледі. Корждарымыз. Ал осылай. Енді мен 4 жұмыртқамызды жарып салатын болам. Видеомды соңына шейін көріп, менің YouTube каналымның дамуына үлес қосқандарыңызға өте рахмет. Алда өте керемет тағамдар рецептісімен бөлісетін боламын. Осылай міне көріп тұрғандарыңыздай, ал мен бұны 20 минут немесе жарты сағат холодильникке салып демалдырып қойдым. Ал енді осылай 2 немесе 3 қасықтан сала отырып, осылай корждарымызды жайып алатын боламыз. Менде диаметрі 24, тортымның 24. Ал енді мен корждарын бәрін пісіріп алдым. Енді арасындағы кремін дайындайтын боламын. Осылай сливки 500 грамм, молокомызды 200 грамм молоко саламыз. Жақсылап араластырып, сахарный пудрамызды салатын боламыз. Ал міне көріп тұрғандарыңыздар қою болды. Ал енді біз корждарымызды жайғастыратын боламыз. Астына міндетті түрде 1 қасық кремімізді тастап, осылай корждарымызды жайғастырамыз. Қозғалып кетпеу үшін астына крем жағамыз. Осылай мен 100 грамм молокоға жылы қайнаған суымызды құйып, арасына міндетті түрде жағып шығамын. Әр корждың арасына дәмі ерекше болып шығады. Осылай барлығына 2 немесе 3 қасықтан салып отырдым. Ал менде 9 корж шықты. Ал бетіндегісін осылай қойдым. Жақсылап шет-шетін бәрін басып, енді бетіне қалған креміміздің бәрін жағып жібереміз. Ал мен бетін жауып 20 минутқа холодильникке қойып қойдым.
Енді біз творожный сырымызды, сахарныйымызды салып, жақсылап миксельдеп аламыз екеуін. Ал енді кремін, сыртына қаптайтын креміміз бұл. Енді сливкиге салып, жақсылап араластырып аламыз миксельмен қою болғанша. Ал мына көріп тұрғандарыңыздай қою болды. Ал енді біз тортымызды холодильниктен шығарып, осылай алып, бетін қаптайтын боламыз тортымыздың. Бәрін шетін тегістеп жібереміз. Мишушка салып, осылай барлығын шетіне бірдей етіп жағып шығатын боламыз. Мен осылай қолданам, әрі тегіс болып шығады, әрі тез болады. Ал енді шетін тегістеп алатын боламыз. Ал тегістеп алдым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Қалай қып сәнде өз еріктеріңізде менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетсеңіздер болады.